Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге өзімнің практикам бойынша жасалған гантелімді көрсететін боламын. Олай болса кеттік. Достар, міне көріп тұрғандарыңыздай ұзын резьба. Осыны тең ортадан бөлеміз. Әрине болгаркамен. Ары қарай не болатын видеода көреміз. Резьбамызды бөліп болған соң, оны тағы да екі бөлікке бөлеміз. Сөйтіп бір резьбіден 4 резьбі шығарамыз, яғни болт. Және болтымызды бөліп болған соң, гантельдің ортасын стектің тұтқа жасаймыз. Оны да кесіп аламыз лайықты етіп. Кесіп болған трубамызды видеодағыдай етіп сваркілейміз. Міне достар, мынаны варт етейін деп жатырмын. Достар, видеоның качествосы нашар болса, ренжімеңіздер. Қазір менде түсіретін ешкім жоқ. Міне достар, мынаны варт етіп жатырмын, міне бұлай варт еттім. Мынаны бірден алдында көрсеткендей сала салатын болсақ, мынау біздің резьбіміз, яғни болтымыз жетпейді. Сондықтан ортасына осындай жай мынандай темір жалғап жатырмын. Жалғап, мынаны ортасын салып, мынаны варт етем ортасын. Өстіп варт етіп, мынаны бұлай кигізем. Мына ішіне сөйтіп сыртына шайып салып варт етем. Міне, біреу дайын болды. Дәл осылай істедім бұны. Міне, бұл үлкен салмақ салғаннан, үлкен салмақтан дәу-дәу біліне жатып көтерген. Міне достар, варт еттім. Міне достар, здесь елушка. Енді мынаны варт етем. Міне достар, оны трубаны салдым. Дәл осы сияқты шайып салып варт етем енді. Міне. Міне мынау менің екі шайбым, міне. Маған бұлай кигіземіз оны. Мына білені бұлай өткөтпешін, өздеріңіз түсіп тұрған шашты. Осылай екеуін де салып варт етем қазір. Міне достар, варт етейін. Достар, каска міндетті түрде. Каска жоғы. Міне достар, варт еттім мұны да. Келесі жағын варт етем. Сол жаға қоя тұрайын. Міне достар, грифімізді дайындап біттік. Гриф
Білмеймін, әйтеуір осы гантельдердің салынатын резвісі ма, в общем, гриф дей берейік. Мына міне дәу үлкен вес салғанға, біріншісі, мына екіншісі жеңіл вес салынғанға. Міне мына блинлар тұр, міне мына штангынікі. Барлығын тесіктері бірдей, бір-біріне келе береді, штангы, гантель. Ой, осы көрсетейін салып. Міне достар, гриф міне мына біреуін дайындадым мен. Негізі жақыннан түсіргенде үлкен сияқты көрініп тұр, негізі қатты үлкен емес. Ыңғайлы, нормально. Вот. Қолында сотқа тұрғаннан кейін бір түрлі тұр. Не, мына гайкасы. Үлкен рез болған тез ғана, тез бұралады. Маған көп салмақ блинный салына береді. Ол жатып көтергенге бәріне арналған. Осы. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылып, комментарий жазып қолдай кетіңіздер. Бұл менің бірінші видеом. Бірінші видео болғанда осы спорт саласындағы бодибилдинг саласы бойынша. Бодибилдинг болғанда осы әртүрлі жаттығулар және де жаттығу құралдарын жасауды көрсететін боламын. Бірінші видео болғандықтан қателіктер бар, монтаж жағы, тағы да сөйлеу жағы басқа қателіктер бар. Оған қарамастан қолдап, комментарий жазып, сұрақтар болса қойыңыздар, мен оған міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Олай болса сау болыңыздар, келесі видеоларда кездескенше.